Келіңдер балалар. Балалар бір-бірімізбен амандасып қояйық. Қалай біз амандасамыз? Сәлем сізге. Ал енді әндетіп амандасайық кәні. Сәлем күн, сәлем жер, сәлем менің достарым. Бірге біз ойнаймыз, бірге ән айтамыз. Тамаша. Кәні қолда қолымызды қояйық. Біз доспыз ғой бір-бірімізбен, иә? Кәні кел қолымыз созып. Енді дос қолымыз созып, бір-бірімізбен достасып алдық. Үшке дейін санаймыз. Ақырын, жоқ, үшке дейін санаймыз. Ақырын барып орнымызға отырамыз, иә? Бір, екі, үш. Отыра қойыңдар. Тамаша. Балалар, сендер білесіңдер ғой, мынау біздің не кітабымыз? Әжемнің ертегісі кітабы, иә? Толық айтыңдаршы. Оның ішінде не бар, балалар? Жоқ, оның ішінде нелер бар? Жоқ, оның ішінде не бар? Әжемнің ертегісі десе, оның ішінде не бар? Не болады ішінде? Әже, бізге не айтатын әже болады? Не айтады? Әже. Мына қараңдаршы мына жерде, мыналар не? Бауырсақ, сосын шалқан, олар не? Ертегі дейді Мұстафа, қаттырақ тұрып айтшы. Ертегі. Бұл әжемнің ертегісі кітабы. Оның ішінде ертегілер көп. Бірақ та балалар, қараңдар, бізге бүгін ертегіден басқа кітап алып келіпті. Оның ішінде ертегі ме? Қалай ойлайсыңдар? Мына жерде әжемнің ертегісінде ертегілер тұр. Ал мына жерде сыртында ертегі ме? Балалар, иә? Балалар, яғни бұл ертегі емес. Ашып көрейік па ішінде не бар екен? Ашқыларың келе ме, келмей ме? Келе ме? Ондай болса қазір мен орныма отырып, жаслар бұл кітапты ашамын. Ал сендер менімен бірге жаслар оны қарайсыңдар, тыңдайсыңдар, иә? Ашайын. Бұның ішінде не бар екен, балалар? Ағаш бар екен. Алайық. Сосын мәтін бар. Бұл не екенін көрейік, иә, балалар? Кәні, мына ертегіні ағелік үстелге апарып қоя тұршы. Бұл балалар, қараңдаршы, бұл ағаш. Бұл не, балалар? Далада өсіп тұрған ағаш па? Ойыншық па? Бұл не? Ағаш па мынау? Мына жапырақтарын жинай аламыз ба? Бұл не сонда, балалар? Қағазға салынған ағашты біз не дейміз? Жапырақ, алма. Жоқ, сендер ынтый айтасың. Апай, мен саламын деп айтасыңдар. Не бұл сонда? Данияр, тұрып айтшы. Сурет. Бұл суретті кім салған екен? Сол туралы мына жерде жазылған. Ал балалар, қараңдар, бұл сурет дұрыс салынған ба? Жоқ. Несі дұрыс емес, Мұстафа? Немене жасыл болу керек? Есеня дұрыс айтады. Жапырақта қандай болу керек? Амеля, толық айтшы. Болу керек, иә? Ал Данияр, сен айтшы, толық қандай болу керек жапырақ? Жасыл болу керек. Толық айт, жапырақтар. Жасыл болады. Ал бұл суретте жапырақтар қандай болып тұр, балалар? Көп. Мен оны мына жерге іліп қояйын да. Бұл сурет неге көп болып тұр жапырақ екенін сендерге оқып береді, жарай ма? Ал тыңдаңдар, жақсылап отырып тыңдаңдар. Бұл біз ана кітаптан алған мәтін. Көк жапырақтар. Катяда екі жасыл қарындаш бар екен. Ал Ленада бірде қарындаш жоқ жасыл. Лена Катядан маған жасыл қарындаш бере тұршы деп сұрайды. Катя, мен мамамнан сұрайын, сосын саған айтамын деп жауап береді. Екі
тағы да келеді Лена. Маманнан рұқсат сұрадың ба деп сұрайды. Маман рұқсат берді ме? Катя. Мамам рұқсат берді, бірақ мен ағамнан сұраған жоқпын дейді. Лена. Жарайды, онда сен ағамнан сұрап кел. Тағы бір күннен кейін Катя мектепке келеді. Лена сұрайды одан. Сен ағамнан рұқсат сұрадың ба? Ағам рұқсат берді ме? Ағам рұқсат берді, бірақ сен қарандашты сындырасың деп қорқамын. Мен сындырмай, ақырын бояймын дейді Лена. Байқа, ұштама, қатты баспа, аузыға салма, көп сурет салма дейді Катя. Лена сонда, мен тек жапырақтарды бояймын, және шөп саламын, көп сурет салмаймын дейді. Катя, ол өте көп деп қабағын түйеді, бетінде тыжырайтады. Лена Катяға қарайды да, өз орнына кетіп қалады. Қарандаш алмайды. Катя таң қалып, Ленаның артынан жүгіріп барады. Неге қарандаш алмаймын? Алмайсың, алсайшы дейді. Керегі жоқ, деп Лена жауап берді. Сосын сабақ бітерде мұғалім сұрайды. Лена, сенің жапырақтарың неге көк? Лена айтады. Менде жасыл қарандаш жоқ. Сен неге досыңнан сұрамадың? Лена ештеңе айтпайды. Ал Катя қызарып кетеді. Мен оған бердім, өзі алған жоқ дейді. Мұғалім екі қызға қарап, Катяға былай айтады. Қарандашты бергенде, алуға болатындай беру керек досыңа деп. Сондай бұл мәтін. Балалар, айтыңдаршы, бұл әңгіме ма, ертегі ма? Ертегі дейді Айсения, әңгіме дейді Марьяна. Ал айтыңдаршы, бұл ертегі болса, бұда сиқыр бар ма? Сиқыр болса, жануарлар сөйлейді, я? Или жапырақтар түстерін өздері өзгертіп тастаушы еді, я? Бұл сонда ертегі ма? Марьяна, бұл не? Әңгіме ма, ертегі ма? Әңгіме. Қайталайықшы балалар. Әңгіме. Балалар, өмірде болатындай заттарды, міне, табиғатта болатындай заттарды, өмірде адамдармен болатындай заттарды әңгіме деп айтады. Әңгіме. Балалар, жақсы. Бұл, яғни, біздің әңгіме кітабымыз. Мынау біздің ертегі кітабымыз, мынау біздің әңгіме кітабымыз. Жақсы. Бұл әңгіменің аты, балалар, көк жапырақтар. Бұл әңгімеде кім бар? Адам. Адам, қандай адам бар? Ата бар ма? Жоқ. Ана бар ма? Әке бар ма? Аға. Міне, әңгімелер. Бұл толғайды. Бұл әңгімеде кім бар? Мұғалім бар. Дұрыс айтасың. Кейін мына жерге іле ғой. Жақсы. Бұл әңгімеде тағы кім бар? Оқушы. Ол оқушының аты кім? Катя. Тұра ғой. Толық айт. Бұл әңгімеде Бұл әңгімеде кім деп жүрсіз? Катя бар. Катяны іле ғой. Тамаша. Лена. Енді Марьяна айтсыншы. Марьяна. Бұл әңгімеде Лена да бар. Міне Лена. Апарып іле ғой Ленаны. Ал қараңдар, бұл әңгімеде мұғалім бар екен, Катя бар екен, Лена бар екен. Қараңдар. Катя мен Лена. Балалар, Катяда бірдеңе бар, Ленада ол жоқ. Ол не? Не жоқ Катяда? Ой, Ленада не жоқ? Қандай қарандаш? Жасыл қарандаш. Ал
Тамаша. Катя да 2 жасыл қарандаш болды. Ал Лена да? Жоқ. Жасыл. Қарандаш? Жоқ. Ал тұрып беріп сұлайтшы. Ленада не жоқ? Қарандаш. Қандай? Жасыл. Ал енді толық айт. Ленада? Жасыл. Қарандаш жоқ деп айтты. Дұрыс. Енді балалар, ал Лена қандай сурет салды? Ағаш салды. Содан ол Катяға барып не сұрады? Так, қалай сұрады ол? Не деп сұрады? Маған. Так, кім айтады? Так, Амелия айтшы. Маған. Қалай сұрады Лена Катядан қарандашты? Амелия, сен айта қойшы, не деп сұрады? Вот, тамаша. Катя, маған жасыл қарандашыңды берші деді, иә? Ал Катя не деді? Жоқ, қарандаш бермеймін, ол басында бермеймін деген жоқ, ол кімнен сұрайын деді? Мамамнан рұқсат сұрайын деді, иә, Дания? Ал екінші күні келген кезде Лена не деді оған? Не деп сұрады? Жоқ, мамамнан рұқсат сұрадың ба деп сұрады, иә? Дания неге ойланбай айтпай отырсың? Мамамнан рұқсат сұрадың ба дегенде Катя не деді? Иә, сұрадым, бірақ та ағам айтпадым дейді. Жарайды. Тағы бір күн өтеді, Лена келіп Катядан ағам рұқсат берді ма дейді, иә? Сонда не дейді Лена? Берді дейді, иә? Бірақ та қарындаш бергенде не дейді? Мен сындырып Кәне айтайықшы, аузына сындырып көп сурет қатты баспа дейді, иә? Сөйтіп қоймайды. Сонда Лена не дейді? Мен көп сурет салмаймын дейді Есене. Тек жапырақ бояймын дейді, сосын шөп салады. Сосын Катя не дейді? Ол көп дейді. Көп дейді, иә? Сосын Лена қарандашты алмай кетіп қалды. Сонда Лена барып ағашты қандай қарандашпен салып тастады? Көк қарандашпен салып тастады. Балалар, ал мұғалім не дейді Данияр оған? Жоқ, Даниярды тыңдайықшы, Данияр бүгін айтпай отыр. Данияр, не деді мұғалім Ленаға? Ал Мұстафа, сен айта қой. Неге жапырақ көк деп мұғалім сұрайды, иә? Ал мұғалім сұраған кезде Лена не дейді? Дұрыс айтады. Сосын мұғалім не деп сұрады? Кімнен сұрады деді? Досынан сұрады деді, иә? Сонда Катя не дейді? Жоқ, Лена үндемейді. Катя не дейді? Мен оған бердім, бірақ ол алмай қойды дейді. Шахназар, сен неге маған айтпай отырсың? Қара. Алмай қойды дейді. Сонда мұғалім не деді? Досына бергенде алатындай беру керек. Өйткені көп сөйлеп, досына қабағыңды түйіп, досына ананы бүйтпе, мынаны сөйтпе деп айта берсең, досына ренжіп қалады. Сосын алмай қояды. Иә, балалар? Досына бергенде алатындай беру керек, иә? Бұл мұғалім. А Лена мен Катя кім? Оқушы. Біз оқушы туралы тақпақ білеміз бе? Кәні тұрайықшы. Кішкене біз серігіп алып, оқушылар туралы тақпақ айтайық. Кәні нәжеге келіп, саусағымызды ашайық. Бір дегенін мен оны
Менің балаларым тыныш отырады. Ал балалар, бек суық. Ана Нұрсұлтанның қасына барып отыра бер шахнаға. Жылжы бек суық. Бек суық жылжи сал. Жылжи сал. Тамаша. Енді балалар қараңдар. Лена да көк қарындашпен бояпты. Өйткені оның жасыл қарындашы болмапты. Ал Катямен ол сұрай алмапты. Сұрағанда да Катя дұрыс бермеді, иә? Ал сендер Катя болса не істеуші едің, Амелия? Міне сен Катя сияқты қызсың, иә? Ақ елікте қарындаш жоқ. Ақ елік сенен келіп қарындаш сұраса сен не істейсің? Мамамнан сұраймын, әкемнен сұраймын деп айтасың ба? Иә. Айтасың ба сен? Не істейсің сен? Ал, тамаша, рахмет, жақсы. Ал Данияр, Шахназарда қарандаш жоқ. Ол келіп саған қарандашты бере тұршы деп сұрайды. Сен не істейсің? Бересің ба қарандаш, бермейсің ба? Береді. Өйткені сендер доссыңдар, иә? Ал сендер білесіңдер ме? Ал сен, Марьяна, саған Кира келіп айтады. Кира, бұрыш есене қайтшы. Марьяна, менде жасыл қарандаш жоқ деші. Кира айтағыш. Қарандаш берші деп. Берем дейді. Тамаша. Шапалақтар қоясың. Жарайды. Ал балалар, сендер білесіңдер ме? Жасыл түс жоқ болса, жасыл қарандаш жоқ болса, сен үйде жалғыз отырсаң, қасында досың жоқ сұрап алатын. Қалай жасыл түсті алуға болады? Келіп маған келіңдер, мына кілемге отырыңдар да, назарды терезеден қалдырыңдар. Отырыңдар, әдемі отырыңдар. Ал қарайық. Так, әдемі отырып алдыңдар ма? Ал қараңдар. Міне бір қолында көк, бір қолында сары, иә? Не істеді қазір? Қосады, қандай болып шықты? Жас. Сонда көк пен сарыны қоссақ қандай болады? Ал мұны қараңдар. Қызыл мен сарыны ауладыр. Қызыл мен сарыны қойды, қағазға басты. Енді қараңдар, не істейді? Қосады. Қызыл мен сарыны қосқанда не болады? Қызыл сары, сарғыш, иә? Тамаша, жақсы қарап отырсыздар. Жақсылар. Енді мұның қолдарындағы түстері қандай? Туылдар түсі қандай? Сары араластырып жатыр. Қандай түс болды? Жасыл болды. Қызыл мен қолдағысы жасыл. Қандай болды? Қандай болды? Қоңыр болды. Дұрыс айтасыңдар. Жақсы. Көрдіңдер ме? Түстерді араластырсаңдар жаңа түс шығады. Оның қолында қызыл мен көк екен. Араластырғанда қандай болды? Күлгін болды. Жақсы. Оның қолындағы түстерді айтайық қазір. Әдемі отырыңдар. Қандай түс? Қызыл мен сары. Араластырған кезде сарғыш болды, иә? Тамаша. Отырыңдар балалар. Орындыққа отыра қойыңдар. Орындыққа отыра қойыңдар. Балалар, менде де бүгін мына жерде сары бояу бар, көк бояу бар. Сары мен көк. Сары мен көк бояуды араластырып, жасыл істеп көрейік жаңағындай. Біз видеодан көрдік қой. Видеодан көрдік. Видеодан көрген затты біз де істеп көрейік. Істегілерің келе ме? Так, стөлді бұлғамау үшін бірінші стөлге мен қағаз салып алайын. Мына жерде қандай түс? Сары, мына жерде
келіп отырған ағелі барда көкті сарыға қос. Көкті алып сарыға қос. Жоқ, көкті алып сарыға қос. Сарыны қойып қой. Ал, жарайды. Сары мен саған көмектесейін, иә? Енді араластыр. Араластыр. Жақсылап араластырып ал. Жасыл шығып келе ма? Ақырын бір-бірден келіп қарады. Жасыл шығып келе жатыр. Көрінеді арқаларында. Басқалар да қарасын. Все. Болды, бара қойыңдар. Енді отырыңдар. Тамаша. Отырыңдар. Отыра қойыңдар. Так, отырыңдар. Отыра. Так. Балалар, менде қандай бояу болды? Жоқ. Басында қандай бояу болды? Сары мен көк. Ал біз оларды қосқан кезде қандай бояу шықты? Жасыл. Қазір біз Ленаға айтайық. Ренжіме. Біз саған күшті ағаш салып берейік деп айтыңдаршы Ленаға. Ал барлықтарын айтқан кезде, көп бала бірге сөйлеген кезде, Лена түсінбей қалды. Кім келіп айтады? Лена, ренжіме. Ал Шахназар келіп айтады. Так, әдемі тұр. Балаларға қара. Нәжібек тұр. Аяғын балаларға қарай, басын ғана бұта Ленаға айтады. Лена. Ренжімейді, иә? Ертең сабаққа мұғалімге барғанда достарым көмектесті деп айтады, ол жарай ма? Иә. Ал қараңдар. Ағаш бар. Ағаш бар. Бірақ та бұл жерде жапырақ жоқ. Қалай біз бүгін сурет саламыз? Жоқ, мен деген жоқ. Тыңдап аламыз бірінші. Отырып тыңдаймыз. Мұқият тыңдаймыз. Біз қазір бір-бірден келеміз. Саусағымызды бояуға аламыз. Сосын барып бірнеше жапырақ қоямыз. Жапырақ қойғаннан кейін су дымқыл майлықты аламыз да қолымызды сүртеміз. Ал тұрамыз. Мариянаның артынан кезекпен келеміз. Жүрдік Марияна. Так, тосап тұрамыз. Кезекпен. Тез. Бірнеше жерге Марияна. Кира бастайды. Марияна. А еще несколько. Все, да? Кира? Қолын сүрте бер, Марияна. Бегім сол. Данияр. Отыра ғой. Данияр, шынан көп баса ғой. Бегім сол қолын, Мариям қолынды мала бер. Данияр, мына жаққа жапырақта сал. Сал. Тамаша былай. Бара ғой. Шахназар қолыңды бояуға сала бер. Нұрислам қолыңды бояуға мала бер. Бола ғой. Так. Нұрислам. Қолыңды сүртеді.
Енді балалар, сендер барлықтарыңыз ағаш салдыңдар. Мен саусағымды алып, астына шөп салып қояйын, иә? Жақсы, мен күштеп шөп салып тастадым мен. Тамаша. Жақсы, біз Ленаға көмектестік па? Ленаға көмектестік. Біз ағаш салып, не істеп қалай көмектестік оған? Не істеп көмектестік? Нені салдық? Ағаштың өзі салынып тұрды. Біз оған не салдық? Жапырақ. Толғайлы. Біз жапырақ алып бердік. Тамаша. Жақсы. Балалар. Міне. Бүгінгі біздің. Бүгінгі біздің кейіпкерлеріміз ол мұғалім, сосын Катя, Лена, сосын оның суреті мен мәтін. Бұл қай кітапқа саламыз? Ертеңгі кітапқа саламыз ба, әңгіме кітапқа саламыз ба? Әңгіме кітабына салып қоямыз, иә? Енді біздің топта екі үлкен кітап бар. Ал жарайды, жақсы. Бүгін бізде кім жақсы маған әңгімелеуге көмектесті? Сен көмектестің ба? Сен өзіңді айтпа, басқа балаларды айтшы. Амелия, кім жақсылап сұрақтарға жауап берді бүгін? Қалай сен ойлайсың? Амелия сұрақтарға дұрыс жауап берді ма? Тағы да кім жақсы сұрақтар? Сен, сосын тағы кім? Мен демейді. Кім Амелия айтаршы? Сен кімге бүгін смайлик бергің келеді? Кімге? Амелия, сен кімге бүгін смайлик бергің келеді? Кираға? Не үшін смайлик бересің? Айта ғой, Кираға смайлик берем деп айт. Не үшін смайлик бересің? Білмейсің? Ойлана тұр, қолына береді смайликті. Ал мен бүгін Ағелікке смайлик бергім келеді. Кәні? Қолын бейт. Ағелік сұрақтарға күшті жауап берді. Ағелік, сен кімге смайлик бересің? Даниярға. Неге? Тамаша, сұрақтарға күшті жауап берді. Жақсы. Мұстафа, сен кімге бересің смайликті? Ойланшы, кімге бересің смайликті? Кім сұрақтарға күшті жауап берді? Әңгіме туралы жақсылап айтып берді. Кім? Надия, дұрыс. Ал Есения, сен кімге смайлик бересің? Кімге бересің? Мариянаға. Марияна дұрыс жауап берді ме сұрақтарға? Марияна жауап берді ме сұрақтарға? Сен де айтпайсың, жақсылап айтыңдар. Марияна. Ал мен Амелияға да смайлик бермеді. Амелия өте күшті жауап берді. Жақсы. Дания, сен кімге смайлик бересің? Кім бізде күшті жауап беріп отырды? Нұрислам ба? Ал мен Мұстафаға да смайлик бергім келеді. Өте жақсы жауап берді қыздар. Тыңдардар. Ал Кира, сен кімге бересің смайликті? Марияна? Жарайды. Ол Кираға Мариянаның бүгін сабаққа қатысқаны ұнаған екен. Жақсы. Мен Мариянға да смайлик бергім келеді. Суретке салуға қатысты, сұрақтарға жауап берді. Ал мен Шахназарға да бергім келеді. Барып, Ленаға ренжіме, біз қазір шағы сурет салып береміз деп айтты ол, иә? Ал кімге сен смайлик бересің? Кімге смайлик бересің? Жоқ, өйтіп өтпейді ол. Марияна дос бүйтіп жай әдемі болған үшін бермейді. Марияна ойланып береді. Сабаққа дұрыс. Есения сабаққа дұрыс. Есения сабаққа жауап берді. Үндемей отырған жоқ, иә? Ал Бегім сұлу
бұл да сұрақтарға жақсы жауап берді. Барлықтарына ал